Қызылорда облысында өндіріс көлемі соңғы 10 айда 20%-ға артқан. Осылайша сыр елі өңірлер арасында өнеркәсіптің даму қарқыны бойынша алдыңғы қатарға шықты. Аймаққа жұмыс сапарымен келген өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев бірқатар зауыттардың жұмысымен танысып, оң бағасын берді. Толығырақ әріптестерімнің бейнематериалында. Жалағаш ауданындағы өркен әлем өндіріс орны 10 жылдан бері тұрақты жұмыс істеп тұр. Бұл күштік құрылымдарға арналған қорғаныс құралдары мен арнайы киімдердің барлық түрін шығаратын елдегі жалғыз кешен. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев кәсіпорынның жұмысымен танысты. Компания басшылары өндіріс көлемін арттыруға мемлекет тарапынан қолдау көп дейді. Біздің дайындаған өнімдердің тапсырыс беретін өзіміздің мемлекетіміздің күштік құрылымдары өнімдердің бәрі күштік құрылымдарға жөнелтіп жатырмыз. Қазіргі таңда біз кешенді өндіріс орны болып саналамыз. Мына қорғаныс киімдердің барлық түрлерін шығарамыз. Сондай-ақ өңірдегі шыны зауытының да өнім көлемі артқан. Өндіріс ошағы іске қосылғалы 28 миллион шыны табақшасын шығарған. Өнімдердің 70% ішкі нарықта сатылса, қалғаны шет мемлекеттерге экспортталады. Қазір мұнда 400 азамат тұрақты жұмыс істейді. Министр жалпы өңірде жаңа өндіріс орындарын ашу әлеуеті жоғары деп отыр. Қызылорда облысының көрсеткіштері өте жоғары. Мысалы, өнеркәсіптің өсуі, құрылыс өсуі Қазақстанда ең жоғары. Ол 10 айдың қорытындысы бойынша. Қызылорда облысының тау-кен орындары көп. Оны дамыту үшін үлкен ірі компанияларды тартып жатырмыз. Сондай-ақ ведомство басшысы Жалағаш ауданында бой көтеріп жатқан руханият орталығындағы құрылыс жұмыстарын көру үшін арнайы барды. Дәл осындай орталық қазір барлық ауданда салынып жатыр. Жоба жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Кешенде мұражай, кітапхана, неке қию залы, ардагерлер мен аналар кеңесі секілді түрлі ұйымдар болады. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информ бюро, Қызылорда облысы.